Қайырлы күн. Бүгін өте дәмді әрі жүректеріңізді міндетті түрде жаулайтын синнабон тәттісін дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Біз алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Одан кейін бір жұмыртқа бөлме температурасындағы қант қосамыз. Еріп тұрған сары майымызды қосамыз. Одан кейін бір шай қасық ванильді қантты саламыз. Және де 2 шай қасық аштығымызды қосып, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан кейін електен өткізе отырып, ұнды саламыз керегінше. Жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырды көтерілгенше қойып қоямыз 1 сағаттай. Одан кейін көтерілген қамырымызды алып, ұнды сеуіп, оқтаудың көмегімен қатты жұқа да қылдырмай, қалың да қылдырмай, орташа көлемде жайып шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Начинкасын ортасына өз қалауларыңыз бойынша саласыздар. Кейбіреуіне корица ұнамайды, сол себептен басқа да начинкаларды салсаңыздар болады. Мен корицаның орнына какао қостым. Осылай бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды саламыз. Одан кейін үстіне кішкене қант сеуіп шықтым. Және де какао қостым. Какаоны сеуіп қосып шығамыз да, жақсылап қолымызбен рулет тәрізді етіп ораймыз. Одан кейін формамызға кесіп орналастырамыз. Духовкада 180 градуста 30-35 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Осылайынан барлығын кесіп орналастырып шығамыз. Осылай барлығын орналастырып, қызып тұрған духовкаға 180 градуста 30-35 минут пісірамыз. Міне біздің синнабондарымыз өте керемет болып шықты. Енді бетіне начинкасын жағамыз. Мен творожный сыр мен сахарный пудраны қолдандым. Егер де творожный сыр болмаса, сметана да қолдансаңыздар болады. Достар, міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді әрі керемет болып шығады.